Сәлеметсіздер ме еуі? Сәлеметсіздер. Бүгін біз сіздермен бірге тарауды бастаймыз. Тарауды бізде білесіздер, иә? Видео монтаж жасау. Енді қараңыздар, қазір сіздерде 5 минут ішінде мынандай тапсырма орындап білесіздер. Журналы диктант. Кабинеттің әр жерінде бір қағаздар қойылған. Ол қағаздардың ішінде сұрақтар. Сіздер әр топ осы сұрақтарды дәптерге жазу керексіздер. Топ болып. Мысалы, 4 топта осы бүкіл 5 сұрақ тұру керек. 5 сұрақ берілген. Сол барлық 5 сұрақты сіздер қазір дәптерге жазып алу керексіздер. Сұрақтар кабинет бойында орналастырылған. Бастадық. Неден қағаздарды алуға болмайды. Тек қана тұрып. Тасына барып жазуға болмайды. Тасына барып жазуға болмайды. Барасыздар, оқисыздар, келіп жазасыздар. Видео монтаж жасау ережесі. Қасына барып айту керексіз. Қасына керемет, барып жазылдық па? Иә. Жаздырмақсыздар. Жақсы, сіздер 5 минуттан тез орындап болыңыздар. Енді қараңыздар, бұл сұрақтарға сіздер жауапты оқулықтан қарап келесіздер. Қазір алғандағы оқулықтарын ашасыздар. Осы 5 сұрақ бойынша сіздер қазір дайындалып жауап беру керексіздер. Қашақ болмайды. Топ ішінде өздері шешесіздер. Әрбір жеке жауап береді ме? Береді. Әрбір сұрақты бөлек көрсетеді. Сен видеоны қашаса кезеңдердің сұрақтарға жауапсың. Сен видеоны қашаса кезеңдердің сұраққа жауапсың.
Дайынсыздар ма? Сұрақтарға қысқаша жауап береміз. Ары қарай практикалық тапсырмада біз оны кеңірек қарастырамыз. Так, бірінші сұрақ бізде видеомонтаж екенімізге қайтып жауап береміз.
монтажда. Монтажда деген не? Монтаж деген фильмнің жұмысының ең маңызды кезеңдерінің бірі. Ең жиі ойланбаған монтаждың салаларында тіпті өте сапалы түсірілген материал көрмеген үшін түсініксіз және қызықсыз болуы мүмкін монтажшы. Қандай екі топшадан бір қосатыны бар ма монтажға? Яғни монтаж деген мағынасы, видеомонтаж деген мағынасы, яғни бір фильмнің мағынасын, идеясын яғни көрермендерге жеткізу істейді. Монтажда Монтажда ол артық кадрларды алып тастайды, қосымша эффекттер қосады, одан дыбыстық сүйемелдеу жасайды. Сонда бізде толық фильм шығады. Ары қарай екінші сұраққа кім жауап береді? Екінші топқа видеомонтаж жасау ережелері. Видеомонтаж жасау ережелері қандай ереже бар? Түбегейлі көрініс, сосын бірінші орта көрініс, екінші орта көрініс, және де ірі көрініс бар. Яғни қандай ереже? Көріністерді реттеп отыру. Бірінші мысалы түбегейлі көрініс болса, одан кейін не істеу керек? Көрініс жасайды. Одан кейін бірінші орта көрініс. мысалы үшін келтіре аласыздар ма? Түбегейлі көріністе ол Түбегейлі көріністер бізде фильмдерде қандай бар? басқын мағынасы машина жоқ. Түбегейлі. Фильмдерді еске түсіреміз, көреміз. Басында не бар? Бізде алыстан, мысалы, айқас болса, бірінші даланы көрсетеді, екі жақтан үлкен әскер келе жатқан. Одан кейін ірі көрініс. одан кейін әр әскерді былай, бір әскерді көрсетеді, Бірінші орта көрініс. уже негізгі батырларға немесе хандарға Екінші орта көрініс. мысалы ол екі батырдың одан кейін әрі қарай яғни көріністерді бір-бірінен реттеп отырады. Неге? Өйткені бір масштабта бір жерден көріне берсе, ол кейбір көріністер көрінбей қалады, диалогтар естілмей қалады. Одан кейін қызықсыз болады, бір ракурстан қараған. Жақсы. Түсінікті ғой негізгі, иә? Қосымша эффекттер қосылған. Одан кейін кабинеттегі атрибутқа қарап айтыламыз. Бізде солай видеодағы артқы фонды өшіру. Яғни бұл функция муавида хромакейде жатыр. Яғни біз бүгін хромакеймен жұмыс істейміз. Хромакеймен жұмыс істеу үшін біз алдын ала фон дайындаймыз. Фондың түсі негізгі бізде білесіздер, видеода көргендей бұлардың жарыстау немесе бірақ көп күнделікті өмірде қиын қолдану, негізгі біз қолданамыз жарыстауымыз. Ал үлкен осындай студиялық кезде сабақ мақсаты не деп ойлайсыздар? Жағдайға байланысты қандай болады? Бірінші хромакейді қалай жасау керек? Там сөйлейміз, әрі қарай хромакейді қолданып өте жақсы дұрыс анықтадық. Келесі. Енді қазір сіздер жасыл осы фонда өздеріңіз телефондарыңызға 16 желтоқсанға арналған кішігірім құттықтау жазу керексіздер. Яғни сіздер қазір тұрып, әркімге бір-бірлеріңізді осылай түсіресіздер.
бастадық. Түсіріп болғаннан кейін біз компьютерге отырып, осыны монтаждаймыз. Екі-екіден тұрып істеуге болады. Енді дыбыс бойынша дыбысты біз компьютерде бөлек отырып, мен қосымша жазамыз. Сонда бізде дыбыс таза және анық болып шығады. Кім бірінші айтты? Сіздер жүріп тұрып екі-екіден түсіре беріңіздер. Баланың сау жаманлаған тәуелсіздік күні құтты болсын. Жақсы болсаңыздар, сіздер кім болды түсіріп, компьютерге отырып, мобайлды аша беріңіздер. Сіздерге бөлек жұмыс істеймін. Мына жақта мен компьютерде бос. Енді былай сіздер телефонға көрген бейнені сіздер компьютерге саласыз. Жаңағы түсірген телефондағы видеоны сіздер компьютерге саласыздар. Ары қарай мобайл бағдарламасын іске қосамыз. Жұмыс студентке информатика деген бума бар. Сол буманың ішінде видео қойылатын тартымдық фондық видеоны қарайсыздар. WhatsApp немесе USB камера арқылы саласыздар. Быстрый доступ. Енді қараңыздар, бірінші біз артында болатын ойын
оюлы видео немесе бурабай пейзажын қоюға болады, иә. Әрі қарай үстіне екінші қабат, екінші немесе қойған. Сіздер өз бейнелеріңізді қоясыздар. Осылай екі жолды қойып шығыңыздар. Жібердің бе? Кішкене тезірек видеоны қосқан. Так, соңғы артына музыка қосасыздар. Барлық видеоларды осылай жүктеп беріңіз. Осылай жүктеп беріңіз. Барлық видеоларды.
Енді қасына мына жерге өзімізді мына жаққа мына жерге мына жерге болғаннан кейін сіздер есеп болсаңыздар осы нені видеоны MP4 форматына ауыстырасыздар, экспорт жасайсыздар. Он алтыншы бет мысалы бізде тәуелсіздік күні.
болса, енді әркім өз жобасын бізге көрсетсін, иә? Болсаңызда, жақсы. Болса, сохранить видео бағдарламасында сізде видеоны жұмыс істеуде сақтап қойыңды. Қазір әркім өз видеосын көрсетіп, біз соны бағалаймыз. Болса, қойдық, иә? Енді қараңыз, мына Мәтін қосып дайын болса, сохранить видео командасын орында. Сақтағанда жұмыс істеуіне сақтаңыздар. Одан кейін названиеға аталым бересіздер. Одан кейін бізге көрсетесіздер.
Так, давайте. Пожалуйста, позвольте, көрсетесің yanında. Болса, енді өз жұмыстарымызды көрсетеміз. Кім дайын қазір? Бастаңыз. Көрсетеміз. Кім көргізбес? Назар аударып қарайды. Қараңыздар. Қараңыздар. Осында сіз топ жақсы. Көріңіздер ма? Так, тағы да кім көрсетеді өз жұмысын? Көрсетіңіз. Қараңыздар, әркім әртүрлі жасады. Біздер артын оқуын бірде болса да, әркімнің әртүрлі. Жақсы. Келесі қыздар. Енді қараңыздар. Мен сіздерге сілтеме жіберемін. Сол сілтеме бойынша сіздер бүгінгі өткен тақырып бойынша өз пікірлеріңізді жазасыздар. Сілтеме мен қазір жібердім. Қазір ұялы телефондарымызды аламыз қолға. Ұялы телефондарды алыңызға. Барлығында интернет қосылып тұр ғой? Жақсы. Адресіңіз берілген, сол сілтеме бойынша сіздер маған бердіңіз. Бүгін сабақтарды қараймыз. Кейбірінде өте керемет шықты, кейбірінде әлі аяқталған жоқ. Аяқталмаған проекттерді сіздер сақтайсыздар. Келесі сабақта біз оларды жалғастырамыз. Информатика бөліміне жіберілді. Сол сауалнаманы ашып, жауап беріңіздер. Информатика бөлімінде ашамыз. Егер түсінбеген статуттарын болса, жазып кетуге болады. Келесі сабақта осыны ескеріп. Жақсы. Мұнда бізде бір адам жауап берді. Сабақ мынау. Жауаптарыңызға рахмет. Бүгінгі сізден алған білімдер немесе түсінбей қалған тақырыптарды мен келесі сабақта ескеріп жалғастырамыз. Барлықтан видеоларды сақтаймыз. Сақтап қойғаннан кейін сіздер Smart Nation бағдарламасына жүктейсіздерді.
келе сәйкес бағаларыңызды аласыздар. Яғни бұл видеоларды өздеріңіз телефондарыңызға қайтадан жүктеп аласыздар. Одан кейін смарт менеджментте тапсырма берген кезде сол тапсырмаға кірістіресіздер. Одан кейін мен асықпай әрбір видеоны қарап сізге баға қоямын. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, сау болыңыз.